Кітап оқу жақсы әдет. Ал кітап оқу уақытыңыз жоқ болса, ендеше біздің әр алуан тақырып каналымызға тіркеліңіз, лебіз қалдырыңыз. Мен сіздерге қазір оқып беретін кітабым шетел жазбаларынан талданып алынған ғасырлық таңдаулы микро әңгімелер жинағы. Бұнда 60-тан асатын шығарма бар. Әр біреуі бір кино секілді. Ал кеттік. Мен оған өлердей ғашық болдым. Онымен танысқаннан кейін оның жібектей мінезі, оттай ыстық махаббаты жүрегімді мүлдемге жаулап алды. Есі дертім соған ауып, көрмесем тұра алмайтын күйге түстім. Уақыт мен жөннен мәнін жойды. Жүрегімді кернеген махаббат мені диванаға айналдырды. Атқан таң, батқан күнмен санаспайтын, қыс пен жаздың алмасуын парықтамайтын болдым. Бірақ көп өтпей ол бақиға аттанып кетті. Ах, сол мұңлы күндердің буалдыр елесі де өшкіндеді. Есімде қалғаны тек қана нөсерлі дауыл тұрған бір кеште, оның үсті басы малмандай су болып үйге оралғаны, төсекте жатып қатты жөтелгені, оның үстіне қызуы өрлеп басылмай қойғаны. Сонан кейін шипагер шақырғаным, укол салдырғаным, дәрі ішкізгенім. Менің миым айланып кетті. Ештеңеді де есіме ала алмайтын болдым. Мұның бәрі өтіп кетті, мәңгілікке өтіп кетті. Мен оның қара жер қойнында мәңгілік ұйқыға кеткеннен мүлдем сенбедім. Жерлеу салтынан кейін екеуміздің бірге тұрған үйіміз, екеуміздің ортақ достарымыз бәрі көзіме оттай басылып, еріксізден жүрегім қанжылады. Содан ақыры Париждан басқа жерге кетпекші болдым. Мен көз жасымды көлдете жатын бөлмеден сүйретіле шығып, кіре беріс ұзын залға орнатылған айнаның алдына келгенде еріксізден тоқтадым. Бұл айнаны әдейі ол үшін сатып әкеп орнатқан болатынмын. Ол қаншам рет осы айнаның алдында тұрып, жасанып таранған еді десеңші. Ал мен оның ту сыртында тұрып, оның айнадағы сұлу сымбатына көзім тоймай қараушы едім. Бұл айнада оның сол бір елесі әлі де тұрған жоқ па екен? Мен еріксіз қолымды создым, бірақ алақаныма тиген мұздай суық ағыс жан дүниемді мұздатып жібергендей. Көз жастарым моншақтап кетті. Сүйген жардан айырылудың удай ашты, қасіреті бүкіл жүрегімнің пәре-пәресін шығарды. Мен есінен айырылған пендедей көшені кезіп кете бердім. Ойда жоқта жын айдағандай қабырстанға келіп қалғанымды бірақ білдім. Мен оның тап-тақыр төмпешікке айналған қабырдың алдына тұрғызылған мрамор кресттегі ол сүйген, сүйдірген осы жерде мәңгі ұйқыға кетті деген жазуды көрдім. Ол дәл осы жерге табанымның астына көмілген. Бұған мүлде сенгім келмейді. Мен екі алақаныммен жүзімді басып егіле жыладым. Оның сезімімді қытықтайтын ақ сазандай жұмыр, толық денесі жүрегімді жаулап алған айдай әсем жүзі. Ойлап осыраға келгенде қасіреттен қабырғам қайысып кетті. Көз жасым көл болып, тұтас денемде жан қалмағандай қабырдың алдында сылқ етіп отыра кеттім. Тосаттан үрейлі де қатаң бір ойым мені билеп алды. Мен қабырдың қасына түнемекші болдым. Төрт төңірегімді айнала шомып, ешкім көрінбеген соң дереу жасырынып қалдым. Өз түссем кеште қабырстанның қақпасын жабарда мен ешкім де байқамайды. Күзетші де қуаламайды. Қас қарайып қақпа жабылды. Мінеки ат жаптырым қабырстанда тек мене ғана қалдым. Мен ғана тірімін. Қап-қараңғы түн. Шымылдығы төңіректі жапқанда мен де жасырынған жерімнен шықтым. Мен әлі құрыған аяқтарымды әзерге сүйретіп, осынау өлілер мекенінде үн-түнсіз ілбіп келемін. Мен оның қабырына қарап жүрдім, бірақ қою қара түн торлаған бұл жерде ештеңе де анық көре алмадым. Мен ештеңені де елең құрлы көрмей ескерткіштерді сипалап,
Алға ілгеріледім, сонда да оның қабірін таба алмай келемін. Денені тоңазытар суық желемікті қараңғы түнде. Мен бейне соқыр адам сияқты жан жағымды бейберекет сипалап, еңбектеп жүрмін. Қолыма бірде тас ескерткіш крест немесе темір шеге ілінсе, бірде шалғын шөп немесе әлде қашан қураған гүлдер ілінеді. Айналам толы қабір. Қалай қарасам да қарауытқан қабір көрінеді. Өзімнің жападан жалғыз қабірлар арасында тар жолда еңбектеп келе жатқанымды ойлағанда, көңілімді үрей билеп тітреп кеттім. Жан жағыма қар жалтақтап, қолыма ілінген ескерткіштегі жазуларды сипалап, саусағыммен онда не жазылғанын парықтауға құлшынып келемін. Қара бояу жаққандай қою қараңғылық көзімді көлегейлеп, ештеңені де көре алмаймын. Тұңғиық түнде қабірстанда тек қана қараңғылық тұмшалап тұр. Мен отыра қалып аз кем демалдым. Осында несін қалдым деп ойладым мен. Тірі пенденің өлілер арасында несі бар еді? Төңіректі өлі тыныштық жайлаған, тек өз жүрегімнің дүрс-дүрс соққаны ғана анық естіліп тұр. Кенет қатты дауыс естілді. Бұл не екен? Құйрық басып отырған тасым қозғалғандай болды. Ол рас қозғалды, әуелі көтеріліп келеді. Аза бойым қаза отырған орнымнан ұшып тұрдым. Осы кезде көтерілген тас тақтайшаның астындағы жан ақымнан етінен арылған қу сүйек адам тұра келді. Іле шала тақ қасымнан сұсты да сүйкімсіз дауыс естілді. Жаңағы қу сүйек аруақ осы сүйкімсіз дауыспен тас ескерткішке жазылған. Мұнда жатқан адамның аты Оливер Жакус, биыл 51 жаста. Ол жанұясын сүйетін, бауырмал, салауатты жан еді. Ол өскелең абыройлы өмір кешті деген сөздерді оқып тұр. Кенет ол қатты шыңғырып жіберді де жерден тастың жарқашын ала салып, жаңағы жазуларды өшіріп тастады. Сонан соң біз деген сүйектері ғана қалған сұқ саусағымен жарқырап нұр шашқан бір жол жазу жазды. Мұнда жатқан адам Оливер, биыл 51 жаста. Ол опа қылмағандықтан әкесі қасіретпен көз жұмды. Ол дөрекі қара ниет болатын, әйелі мен балаларына күн көрсетпейтін, оның үстіне қолынан келген жамандықтың бәрін істеп, көрші қолаңын қан қақсататын. Өзгелерді өсім қорлықпен қанайтын, ақыры азаппен көз жұмды. Қу сүйек аруақ осыларды жазып болып жазғанына масаттана қарап тұр. Бейне бір игілікті шаруаны тындырған сыңайлы. Осы кезде тас тақтайшалардың сатыр күтір көтерілгенінен, сүйектердің шақ-шұқ соқтығысқан үні есінде қабырлар іркес-тіркес ашылды. Қурап қалған ақ сүңке сүйектер бірінен кейін бірі түрегеліп, өздерінің тірі кезіндегі ойлағандарын қаз қалпында ескерткішке жазып жатыр. Әсінде бұлардың көбі тірі кезінде іші толған, әзезілдік, қан пезер, іскерлерге іші күйетін сұмырайлар екен. Олардың жазғандарынан мен айтылмыш қамқор әке, опалы әйел, қайырымды ұрпақ, пәк бойжеткен дегердің іс жүзінде түгелдей бұзақы, ұры, алдамшы, суайт жандар екенін білдім. Әсілінде осылай екен әу. Шынында да жер әлемде не хикметтің бәрі бар екен. Ой, көз алдымдағы ғажайып көріністерден үрейім ұшып дірілдеп тыныс ала алмай қалдым. Ендеше ол да жазып жатқан болар. Менің күндіз күлкі, түнде ұйқы көрмей аңсаған аяулы қашығым не жазып жатыр екен деші. Қалай болмасын барып көзімнен көрім керек. Ойлап осы араға келгенде әлгіндегі қорқыныш зым-зия болды. Мен адымдай басып ашылып жатқан қабырлар мен жын шайтандай елбеңдеген қу сүйек аруақтар арасынан кесіп өтіп оның қабырына жеттім. Сол бір жанымды жаулап көзімді арбаған сұлу бейне көз алдымнан тағы бір рет жарқ етіп сөнді. Мен етпен басып оның қасына барып үн шығармай қарап тұрмын. Ол бар ықыласпен ескерткіштегі, ол сүйген, сүйдірген осы жерде мәңгі құда жатыр деген сөзді өшіріп жатыр.
Сонан соң ол сұқ саусағымен бір күні ол сүйген жарын алдап, жаңбырға қарамай сыртқа шығып біреумен зина қылды. Содан ауыр науқасқа гіріптар болып сау қалмай өлді деп жазды. Таң сөгіле адамдар мені қабірстаннан тауып алды. Мен сол арада жығылыппын, жансыз денем